Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен дәмді қыс бойы жеп қоятын икра істейміз. Оған бізге керегі 2 килограмм баклажан, 1 кило тәтті бұрыш, яғни болгарский, одан кейін 1,5 кило помидор, 1 кило пияз, және де 700 грамм сәбіз керек болады. Және 2 ащы бұрыш, 300 мл сұйық май, 1 қасық қант, 2 қасық тұз қажет болады. Мен бұның барлығын 5-ке көбейтіп жасап жатырмын, сондықтан көлемі үлкен болады. Помидордың сыртын ашып, 4-ке бөліп, мясорубкадан өткіземіз. Одан кейін болгарский тәтті бұрышты осылай 4-ке, яғни кубик ретінде турайтын боламыз. Одан кейін баклажанды қазір басын кесіп, бұны 4-ке бөлеміз. Пиязды да дәл солай 4-ке бөліп тураймыз, және де сәбізді біз теркадан өткізетін боламыз. Үстіне 4 қасық тұз салып, тек баклажан. Үстіне 4 қасық тұз саламыз. Сөйтеміз де суға батырып қоямыз. Чтобы баклажанның ішіндегі уытты бағанағы ащы дәмі кету үшін. Помидордың жартысын мясорубкадан өткізіп, жартысын осылай бүтін күйінде тастап, қайнатып аламыз 40 минут. Баклажанымызға су құйып, мұны үстіп батырып 40 минутқа қойып қоямыз, сонда ішіндегі бағанағы ащысы шығады. Майымызды құйдық, енді бисмилля деп баклажандарымызды саламыз. Мұзды құйып, енді болгарский тәтті бұрышымызды саламыз. Болгарскийіміз осылай қуырылды, енді оны бөлек ыдысқа саламыз. Егер әрқайсысын бөлек-бөлек қуырып жүрмеймін десеңіздер, сіздерде 2 қазан болатын болса, басқа ыдысқа осылай пиязды, сәбізді қуыра берсеңіздер болады. Қазанымызға тағы май құйып, келесі заттарды үстіп қуыра береміз. Сәбізімізді осылай май деп теркадан өткізіп, оны да енді қуырып жатырмыз. Пиязымыз да қуырылып болды, енді бұны да саламыз бөлек ыдысқа. Сәбізіміз осылай дайын болды. Енді бағанағы заттарын үстіне сала береміз. Басқа ыдыста помидорымызды қайнатып алдық. Баклажанымыз осылай піседі. Бағанағы заттарымыз бәрін бір ыдысқа салғанбыз. Егер түсінбей қалып жатсаңыздар, мына астында болгарский, одан кейін пиязымыз, сәбізіміз, енді осында баклажанымызды саламыз. Бір ыдысқа жинап, бетіне помидорымызды салдық. Қайнаған помидор. Енді бұған 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер саламыз. Сосын біздің тәтті бұрышымызды, майдалап туралған тәтті ащы бұрышымызды бетіне саламыз. 40-50 минут қайнатып, енді банкілерді булап жаба береміз.